Жеке батыр Көкшетау жерін мекендеген елде ересен бір батыр болыпты. Тұлғасы тауда екен дейді. Қасына серік, соңына қол ертпейді. Халқы оны жеке батыр атайды. Жеке батыр тірі тұрғанда елге тұмсық сұға алмайтынына жаулардың көзі айқын жетеді. Сондықтан оны өлтіруді ойлап Орасан үлкен садақ құрастырады. Сөйтіп қапсыз қамданған жау қара құрттай қаптайды. Жеке батыр оларға жалғыз өзі шығады. Жаулар батырға Орасан үлкен жебелерді қардай жаудырады. Өздері қаншама қырылғанына қарамастан еселеп қаумалай береді, атқылай береді. Жеке батыр қансырап қатты әлсіресе де, жауды елге өткізбей, ақтық күшін жинап, қылышын сермеп, жаудың ортасын тағы да ойсырата орып түсіреді. Күндей күркіреп айғай салады. Өткізбеймін еліме. Осылайша жеке батыр мәңгілік екі тау таудың болып арасындағы қалды. кең асу аңғарға көлденең түсіп сұлап жата кетеді. Жауды өткізбей елін аман сақтап қалады. Сөйтіп тауға айналып мәңгі қалады. Дулығасы басында қалың қасты, қыр мұрынды, ерінді, қаба сақалы төсін жапқан, биіктігі 836 метрге тең Көкшетаудағы жеке батыр тауы болып сақталған.